соғыс аяқ деген мағыналарда, жихад қылайық деген мағыналарда не болған. Өлең нәшеттерін араб тілінде, өзбек тілінде телеграм арқылы тек қана жосып досыма жібердім. Ауылдас досым кетіп қалды Сирияға. Нұрбек Нишантаев, Түркістан облысының тумасы. Діни алауыздықты қоздырып, терроризмді насихаттап, террористік не экстремистік әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырған. Маған жаңағы жоғарыда айтылған баптар тағылды да, яғни ішінде экстремизмға бағыттайтын неде бар, мағынадағы материалдар бар. Соғысқа шақыру, адамдар қиналып жатыр, соларға көмектес деген мағынада. Жас балалар қиналып жатыр, аш дейді, әйелдер қиналып жатыр дейді, үй жоқ, басқа жоқ дейді. Бірінші кезекке эмоция кетті ғой, жанашырлық, яғни көмектескім келеді дегенше. Нұрбек Нишантаев заң қырына 17 жасында ілікті. Досы екеуі әлеуметтік желіде өзбек тілді псевдовағызшылар Содик Самарканди мен Абдуллах Зуфарды тыңдаған. Сол Захарды телеграм чаттарда көбейтіп таратқан. Ал Самарканди мен Зуфар халықаралық террористік ұйымдардың арбаушысы. Әлеуметтік желілерде радикалды идеологияларын тарату арқылы жастарды содырлар қатарына қосылуға үгіттейді. Жалған ұранға алданған Нұрбектің досы Шам жеріне кетті, ал Нишантаев сотталды. Ескертеміз, елімізде Содик Самарканди мен Абдуллах Зуфардың материалдарын сақтап, таратуға сот шешіммен тыйым салынған. Кәмелет жасына толмаған кезде қылмыс жасаған болатын, енді тура менің жағдайыма түсіп қалуы мүмкін. Кез келген адам барынша білмеген нәрсесінен тыңдамаған дұрыс. Адам білімсіз болатын болса, ол не болады? Біліммен емес, сезіммен әрекет жасайды. Шешім шығаратын адам ақылмен шешім шығарған дұрыс. Интернет ұстаз бола алмайды деп ойлаймын. Осы жерде теолог мамандар, дінтанушы мамандар және имам мамандармен сөйлескен кезде мен бірінші түсінген нәрсем, барлық нәрсені үйренер алдында бірінші оның тарихынан бастап үйрену керек екен. Яғни мысалы үшін дін бар, діннің де өзінің тарихы бар, мысалы үшін Құранның тарихы бар, Құранның тарихынан бастап үйрену керек екен. Жасауға айтатыным сол сауатсыздықтың артынан кетіп қалмасын. Мен істеген қателіктерден сабақ алып барынша енді сондай қателіктерді істемесін деп үміттенемін.